Сәлем достар, біз тағы да келдік. Енді бұл видеоны қазір үшінші бөпеміз бұл. Үшінші бөпеміз. Тағы да мына жерде мындай мәселе болып тұр. Мамасы, бөпеңіз түсірмеймін, өзіңізді түсірмеймін. Қазір мен өзім сөйлеп тұрамын. Мен өзімді түсіндіріп, сіздің только даусыңыз ғана керек, я, мамасы. Қараңыз, дәл осы фото лампаны люльканы аксионды қолданған. 12 күн қолдаңыздар ма, мамасы? 12 күн қолданған, бірақ результат болмаған ғой. Өйткені бөпе шыңғырып жылап жата берген. Бір қателескені, мына айтқан кезде бөпелер басқа кісілер алып келген кезде температура регулировкасын дұрыс түсіндірмеген. Бөпе шыңғырып жылап жатпай, дұрыс фототерапия қабылдамаған. 12 күнім просто кетіп отыр. Ал енді біз қазір уже лампамызды алып кетеміз. Лампаны қанша күн қолдандыңыздар біздің лампаны? Бір апта 7 күн қолданыңыздар, 57-ге түсті. Енді айта кететін жағдай сіздерге. Көп кісілер, арендаға беретін кісілер, даже педиатр, неонатологтардың өзі білмейді екен. Өйткені Philips деген не бар ғой? Фотолампа отжелтушки бар. И роддомда да қазір көбісі сондаймен қолданады. Үлкен стационарный лампа сол температурамен жатқыза береді деп ойлайды. Өйткені қазіргі заман ағынына сәйкес осындай люлька түрі шыққан, бірақ көп неонатологтар, педиатрлар білмейді. Мына температура регулировка жасау керек екенін мүлдем білмейді. Патронаж келеді, фотолампа алдырасыз, жатқызасыз дейді, болды. Қай температурада, графигі қалай, билирубині қаншалықты жоғары болып тұрған кезде қанша сағат жатқызу керек, оны ешкім түсіндірмейді. Сондықтан мына лампаның арендасының өзі нормально тұрады, білесіздер. Қолданған бөпелер, мамашалар біледі. Уақытты босқа кетірмей, бөпені де шыңғыртып жылатпай, дұрыс қолдануларыңызды сұраймын. Арнайы мен өзім видео қылып YouTube каналыма салам, қалай қолдану керек екенін. Ал мына бір видеодағы түсіндіру оңай емес. Бұл өзінің арнайы графигімен жатқызу керек. Өйткені әр бөпе әр түрлі. Ол билирубин деңгейі степенін мына билетеспен анықтап барып, салмағы міндетті түрі анықтап барып, соңында шығатын нәрсе. Мына сіздер жоғарысында жатасыздар, или төменде жатасыздар. Қай уақытта қалай жатасыздар, соған сәйкестендіріп жатқызуларыңыз қажет. Ал енді мамасы айтыңыз, біздің консультациямыз ұнады ма, қалай жаттыңыздар? Бұның алдында кімнен алдыңыздар сіздер? Бір кісілерден алдым. Бірақ мен результатты көрген жоқпын. 12 күн қолдандым дедіңіз, я? Тура осы лампаны алған, 12 күн просто уақыты кетіріп отыр ғой. Енді мамасы айтыңызшы, біз қалдырған гирометр комната температурасын регулировка жасап, дұрыстап қолданыңыздар, я? И сосын жаңағыдай лампаның да сәуленің бөлінуін дұрыс қолдандыңыздар, я, біздің консультациямызбен. Енді результат қаншаға түсті, өзіңіз айтыңызшы. Біз бір апта жатқыздық, сіздің консультацияңызбен. Молодец. Содан менің бөпемнің билирубині 57-ге түсті. Вот, молодец. Бөпе жақсы салмақ қосқан. И тура дәл біздің консультациямызбен жатқызған. Шүкір, бөпеңіз главный жатқызған кезде 12 күн бойы шыңғырып жылады дедіңіз ғой, дұрыс қабылдамаңыздар, я? Ал бөпеңіз температураны дұрыстап берген кезде ыңғайлы, жылы жатты ма, жыламай, қалай, или жылады ма? Соны шындығын айтыңыз. Сіздің лампаңыз жатқан кезде өте ыңғайлы, бөпем еш жылаған жоқ, бәрі жақсы болды. Жақсы, дұрыс. Рахмет. Сенімдеріңізге үлкен рахмет. Өсе беріңіздер, көбейе беріңіздер. Сенімдеріңізге алғыс.